Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз ғаламдық жылынудың себептері, салдары және оның шешу жолдары деп аталады. Өткен сабақтарда біз ғаламдық жылынудың не екеніне анықтама бергенбіз. Ол дегеніміз жердің климаттық жүйесінде орташа температураның жоғарылауын не деп атадық? Ғаламдық жылыну деп атадық. Ол ғаламдық жылыну мұхит бетіндегі, құрлық бетіндегі температураның көтерілуінде қолданылатын термин дедік. Енді осы ғаламдық жылынудың әсері үлкен әрі ұзаққа созылады балалар. Ғаламдық жылыну кезінде не болады? Қане көзімізге елестетіп көрейік. Бірінші, Арктикада мұздар ериді. Қар мөлшері, мұз мөлшері ериді. Теңіз соған еруге байланысты теңіз деңгейінің мөлшері көтеріледі. Теңіз мұздары азаяды және олар жұқарады. Және олар қауіпті жағдайда тұр. Және олар атмосфералық ауытқуларға төзімсіз. Енді соңғы болжамдарға қарасақ, 2025-2030 жылдары Арктикада жазғы кезде мұз болмауы мүмкін деген болжамдар бар. Табиғи катаклизмдер пайда болады. Ол бірінші не ол? Ғаламдық температураның көтерілуі. Бағанағы айтқан ғаламдық жылыну. Атмосфералық жауын шашынның мөлшері, оның таралуы өзгеріп отырады. Міне, сонда табиғи катаклизмалар пайда болады. Атмосфера анағұрлым ылғалды болатын болса, ал жоғарғы және төменгі ендіктерде жаңбыр өте көп жауады. Ал субтропикалық ендіктерде жауын шашын мөлшері өте аз болады. Нәтижесінде не болады? Нәтижесінде су тасқыны болады, қуаңшылық болады, дауыл болады, басқа да экстремальды төтенше ауа райы құбылыстары көрініс табады. Міне, оның салдары осы. Енді тағы да не айтуға болады? Қолайлы күндер азаяды. Қолайлы күн дегеніміз не? Ғалымдардың айтуынша қолайлы күн дегеніміз ауаның температурасы 18 градустан 30 градусқа шейін болса, оның тәулігіне 1 миллиметрден артық емес жауын болатын болса, жауын шашын болатын болса, 20 градустан төменгі шырт нүктесі болатын болса, төмен ылғалдылық болатын болса, осыны қолайлы ауа райы күндері деп атайды. Орта есеппен жер бетінде осы қолайлы ауа райы күндері жылына 74 күн сақталады. Ал осы ғаламдық жылыну әсерінен бұл мөлшер не істеп отыр? Бұл күн азайып отыр. 74 күн емес, оның мөлшері тіпті азайып кетті деуге болады. Енді осы ғаламдық жылынудың біз салдарын айтып шықтық қой. Енді осыған нақты тоқталайықшы. Бірінші не істеді? Мұхиттың қышқылдануы жүреді. Оның диоксигенациясы жүреді. Теңіз суында еріген көмір қышқыл газы көп болады. pH өзгереді. pH қышқылдыққа қарай өзгереді. Сол кезде қышқылдықтың артуына қарай ол мұхит суының қышқылдану, маржан рифтері, ондағы балықтарға, олардың қорғалатын түрлеріне, ондағы өсімдіктерге не істеді? Әсерін тигізеді. Екінші бұл балалар, бұл термин балалар дегляциация деп атайды. Дегляциация бұл мұздықсыздану деген термин. Мұздықсыздану. Сонда ғаламдық жылыну неге алып келеді балалар? Мұздықсыздануға алып келеді. Ал енді мұздың еруіне байланысты осы мұздықсыздану процесі жүріп отырады. Сонда құрлық бөліктері мұз қысымының массасынан құтылады. Сөйтіп бұлар не істейді? Көшкіндердің күшеюіне алып келеді. Одан басқа жанартау белсенділігінің күшеюіне осы процесс алып келеді. Одан басқа мұхит суының жылынуы, мұхит түбіндегі мәңгілік тоң мұздың еруі, газ гидраттарының бөлінуінен неше түрлі цунами, көшкіндер пайда болады. Бұл екінші салдары. Үшінші салдары климат өзгереді.
климаттың өзгеруі қайтымды және қайтымсыз болуы мүмкін. Мысалы үшін мәңгі тоң дейді. Осы мәңгі тоңнан метан және көмірқышқыл газы тез арада босайды. Сол кезде климат шұғыл түрде өзгереді балалар. Сөйтіп ғаламдық жылынудың күшеюіне бұлар алып келеді. Сонымен бірге сендер білесіңдер, бізде ағыстар болады. Мұхиттардағы ағыстар. Осы мұхиттардағы ағыстардың өзгеруі де өзгеру болуы мүмкін осыған байланысты. Сонда солтүстік Атлант ағысымен жылынатын елдер, Британ аралдары, Франция, солтүстік Европа елдері сияқты аудандарға әсерін тигізеді. Одан кейін өзіміз білетін бағана айтып тұрған ғаламдық жылыну. Бұл ғаламдық жылыну климаттың өзгеруі балар. Климаттың өзгеруі. 20 ғасырмен салыстырғанда 21 ғасырда климаттың орташа температурасы өсіп отыр. Ал 20 жылдары бізде 14 жыл метеорологтардың айтуынша 14 жыл жылы деп санасақ, соның ішінде 13 жылы осы 21 ғасырларға сай келеді. Сол кезде тарихта ғаламдық жылыну жүріп жатыр деп айтуға болады. Одан кейін кейбір жерлер өмір сүруге жарамсыз болып қалады. Мысалы үшін американдық ғалымдардың зерттеуіне сәйкес Катар, Сауд Арабиясы, Бахрейн, Біріккен Араб Эмираттары сияқты елдер, одан басқа таяу шығыс елдерінің территориялары өмір сүруге жарамсыз болып қалады деп болжап отыр. Енді одан басқа климаттың жылынуы нені азайтады? Биоалуан түрліктің осы тіршілік иелерінің азаюына алып келеді. Биоалуан түрлік азаяды. Сол кезде полюстік аймақтарға ығысу жүреді. Полюстік аймақтарға. Уилсон деген кісінің ғалымның есептеуінше, егерде осындай әрекет осылай жүретін болса, соңғы 100 жылдың ішінде жануарлар мен өсімдіктердің жартысынан көбі жойылады деген болжамды жасап отыр. Уилсон деген ғалымның болжауы бойынша. Сонда міне қандай салдары бар екен? Сонда себептері, салдарын бүгін біздің сабағымыз осы салдары болды. Қандай салдары бар ғаламдық жылынудың? Сендерге сабақ түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.